Моего. Навзал. Апай 300 бөлі 300 деді ма, сонда еді ғой? Жоқ, қазір көрсетемін. Менікін алып келші, пожалуйста. Или өзіңдікін бер. Міне. Тоннаны килограммға айналдырып аламыз. Так, Данияр, экранды сызба. Шашақ күтіңіз. Тоннаны килограммға айналдырып аламыз. Опа. Сосын екеуін де бірдей санға бөлеміз. Таптым апай, болдық. Таптымдық. Келесі кеттік. Болдық. Енді қараңыздар. Шамалардың қатынасын есепте дейді. Экранға сызбаңдар балалар. Шамалардың қатынасын есепте дейді. Сағатпен беріліп тұр, және минутпен беріліп тұр. Ал шығарып болғандарың чатқа айқайлап айтпаймыз. Мына жерде қолымызды көтеретін жер бар, я? Соған қолымызды көтереміз. Айфон, экранға сызба. Адия қолын көтеріп атыр. Ал, Адиян жауап тыңдай. Адия Леспекова деп тұрған кім? Айна, бана, қатынасым кірген ғой. Жарайды. Даниял, сен ба айта ғой? 60 минут бөлінген 24 минут па? Енді бізге не істе дейді? Шамалардың қатынасын есепте дейді. Егер қысқартылатын болса, қысқартуымыз керек. 60-ты 24-ке бөлеміз, сонда. Ша. Так. 60 бөлінген. Bir saat. Апай, дайыған жауап атыр. 60 пен 24-тің ең үлкен бөлгіші қанша? 3. Ой. 6. 3 емес. 6 емес. 12. 12. Сонда 60-ты 12-ке бөлеміз. Апай, 12. Оны уже айтып қойды. 5 бөлу 2. Мұхамеджан оны айтып қойды. 5 бөлу 2. Молодец, Жәмилдің дауысы шықты. 5 бөлу 2. 5. Міне, бұл есепті де жазып аламыз. Сыза бермендірші. Сол ғо. Экранға сызбаңдар, балдар. Кедер келтірмейміз бір-бірімізге. Қазір мен экранда көрсеткен есепті жазып алыңдар. Болдық. Болды, апай, жазып алдым мен. Сен ғана болған жоқсың ғой. Та, 1 минут уақыт берейін. Кеңші. Тоқтаңыз, 1 минут. Кім? Жоқ. Бай. Болдық па жазып? Я. Так, босақ кетті келесі есепке. 12 метр бөлінген. Километр ма? Я. 18.000 метр болады, или 18 метр ма? Жоқ, километр деп тұр. Сонда 1800 километр. 1800 километр емес, метр, я? 1800 метр болады, или 18.000 бола ма? Анақта 1,8. Так, 12 метр. 800 бол. 1000 метрдің өзі 1 километр емес па? Апай. Значит, 18.000 1 бөлу. 1,8-ді көбейтесің ғой енді. Апай. Он көтерсең яқтан. Поднять руку деген бас. Так. Мұхамеджан айта ғой. Так. 1 бөлу 150. 1 бөлу. Екеуі де 12-ке қысқарады. Екеуі де 12. То есть 1 метр ол 1800 метр. Оны 12-ке қысқартсақ 150, сонда 1 бөлу 150. Қанша? 1 бөлу 150.
Ал, келістік, көрейік. Жоқ, апай. Ура! Ура! Дұрыс. 1 километрде 1000 метр бар дедіңдер, дұрыс. Соны 1,8-ге көбейткенде 1800 метр шығады, иә? Енді 12 мен 1800-дің ең үлкен ортақ бөлгіші 12 екен. Екеуін де 12-ке бөлесің деген сөз. Балдар, қатынасты есепте деген кезде алымында бөлімінде бірдей санға бөлулерің керек. Ал қатынасқа тең қатынасты тап деген сұрақтар болады ғой, иә? Сол кезде сендер ол қатынасты бірдей санға бөлсеңдер де болады, бірдей санға көбейтсеңдер де болады. Сонда бөлшектің алдыңғы мүшесінде, соңғы мүшесінде бірдей санға көбейтіп, немесе бөлгенде сол қатынасқа тең қатынас шығады. Кеттік, жылжимыз алға қарай. Жаңағы жазып алдыңдар ма? 1 минут уақыт берейін, жазбаңдар. Қойшы әде. Болды. Апай. Апай болдық. Иә. Мүсіріп баны. Апа, адачы. Төп-төп біз. Апай, осы стик ба? Алло. Апай, микрофон. Апай, даусыңыз өшіріп қойғас, микрофон өшіріп қойғас. Апай, микрофонды өшіріп қойғасыз. Қосылды. Енді. Так, Әсема Тәжіхан. Оқыш есептің берілген. Апай, Мен оқи салайын да. Апай, мен оқысам. Кім, Алтынай, сен ба? Я. Апай, наурызым шығып кетті. Оқи қой, Алтынай. 4/5 қатынасын алдындағы мүшесін 12 санымен алмастырса, қатынас өзгеруі үшін оның соңғы мүшесі нешеге тең болу қажет. Алтынай, даусың қатып қалды. Иә. Енді қараңдар, осы есепті мен қазір тақтаға шығарып көрсетемін. 4-тің 5-ке қатынасының 4-тің 5-ке қатынасының қатынасты алымынан бөліміне қарай оқимыз. 4-тің 5-ке қатынасының алдыңғы мүшесін 12 санымен алмастырса, қатынас өзгермеу үшін оның соңғы мүшесі қанша болу керек? Алдыңғы мүшесі мынау. Мынау алдыңғы, мынау соңғы. Осының алдыңғы мүшесін 12 деп алмастырсақ дейді. Енді 4-12 болды. Бұл қалай өзгерді? Демек 3-ке көбейтілді, иә? Иә. Тура бөлімінде, тура солай 3-ке көбейтеміз. 15 бар. Сонда 4-тің 5-ке қатынасы 12-тің 15-ке қатынасына тең. Саған сол екі қатынас бір-біріне тең болу үшін соңғы мүшесі қанша болу керек деп жатыр. Көріңіздер ме? Мен соны әдемілік көрсетсеңші, жазып айтты. Көрінген жоқ онша. Енді көрініп тұр ма? Я, әдем болды. Я. Жазылың. Қайсын сөйледің біре. Апай, бір сөйлеңші, потому что экран главный бітті. Сөйлейдіңіздер ма? Көрініп тұр ма? Экранда Жоқ, енді болды. Так, 4-тің 5-ке қатынасы тең 12-тің 15-ке қатынасы. Жазып болдыңдар ма? Жоқ. Я. Жарайсыңдар. Енді қазір тексеріп көреміз. Нешеге тең болу керек деді? 15-ке, я? 15 жазамыз. Тексеру.
Міне, екі санның бөліндісін сол сандардың қатынасы деп атаймыз дейді. А санның Б санына қатынасында А және Б сандарының мүшелері деп аталады. Мұндағы А алдыңғы мүше, В соңғы мүше. Қатынастың алдыңғы мүшесін неше есе арттыратын болсаң, сәйкесінше бөлшектің бөлімінде соңғы мүшесінде сонша есе арттыратын болсаң, онда соған тең қатынас шығады. Біз 4-тен 12-ке қалай өзгерді ол? 3 есе артты. Соңғы қатынасты да 3 есе арттырдық. Түсіндіңіздер ме? Иә. Иә, апай, түсіндік. Алдына жылжу. Иә, апай. Енді осын өздерің шығарып көріңдерші, сосын қол көтеріңдер, мен тексеремін. Болды. Yes. Тақтаға сыза бермеңдер шу. Қар. Қазір мен бұл есепті былай жазып көрсетемін. Апай, тексересіз ба? Міне қараңдар. Сендерде Опа, қазір 3-тің 1-ге қатынасы болды, иә? 3-тің. Иә. Экраның көрініп тұр ма? Иә. Міне 3-тің 1-ге қатынасы дейді. Енді мына жерде мышкамен жазамды, сәл қате жазылуы мүмкін, енді мән бермеңдер. 3-тің 1-ге қатынасы, біз бұны былай жазғасақ болады. 3 бөлу 1. Осының бөлшектің бөлімі нешеге өзгерді? 8 қыл дейді. Иә. Ол 8 қалай болды? 1-ді соңғы мүше 8-ге өзгерді. Иә, аңерде, потому что андай болып тұрды. Тура сол сияқты алымын да 8-ге көбейте саласың. Яғни бөлшектің алдыңғы. 24 шығады. Міне осылай болады. Әдем жаздым ау дейме? Иә. Нормально. Иә. Мышкамен жазу енді шамалы қиындау екен мына жерде. Молодец, қазір жаңағын кімнің иті? Иттерің даусын жай қойыңдар. Так, 24. Оққан жоқсың кешесің. Міне, дұрыс шығар біз ол есепті де. Апайның астына сарында жазылайық ба? Бұл менің айтып атқан сөздерімді ереже ретінде білгенің жөн деп шығарып атыр ғой сендерге. Жазудың қажет жоқ мына. Қатынасың соңғы мүшесін деген жазасаңдар болады. 8 бөлу 1 тегін 8, сәйкесінше алдыңғы мүше осыншаға өзгереді деген. Апай, 11:40-та бітеді сабақ? Иә, қазір несі бітіп қалады уақытысы. Өшейін деп атқан кезде маған айтады 1 минут қалған кезде, сол кезде мен сендерге ескертемін. 11:40 болды. Жазып болдық па? Иә. Иә, бұл. Бізде қанша тапсырма? Бірақ тапсырма қапты ғой, осы қапты ғой. Енді қараңдар. Мұхаммеджан оқы жерші. 4-тің қатынасының алдыңғы мүшесін 28 санмен алмастырса, қатынас өзгермеу үшін оның соңғы мүшесі нешеге тең болуы қажет. Апай, ойын шығарым. Так. Бізге қолын көтеріп жатыр. 4-ке? Так. Данияр тыңдайықшы. 4-ке, апай. 28 шығады, апай. 28. Так, алдыңғы мүшесін 28-бен алмастырып тұрмыз. Сонда соңғы мүшесі 28 бола ма? 16, апай, 16. 16. Апай, 16. 28. Апай, 16. Апай, 16. Молодец, 16. 4-ті 4-ке өтеміз 16. Дұрыс таптыңыздар.
Бұны формула түрінде былай жазуға болады. Мен қазір көрсетем. Қазір мен сендерге тақтамды ашайын. Өз жерден формуласын көрсетем. Қараңдар. Мысалға мынандай сан, А санының Б санына қатынасы тең С санының, тақтаға сызбаңдар, қазір шатастырасыңдар мені. Д санына қатынасы болады. Міне. Енді қараңдар, мына жерде жаңа біз 3 пен 8-ді көбейтсең 24 болады, 1 мен 24-ті көбейтсең 24 болады. Сонда мынандай екен, міне. Мына екінші қатынасының алдыңғы мүшесі мен екінші қатынасының соңғы мүшесін көбейтсең, яғни А мен Д-ны көбейтсең. Апай, Ағерке апай сұрап отыр, математика бітті ма деп. Қазір бітеді. Міне А мен Д-ны көбейтсең, ол С мен В-ның көбейтіндісіне тең болады екен. Осы формуланы жазып алыңдар, балдар, соңғы заключение формула. Так, мынау. Так. Өшіретін. О, пластик екен. Міне, С, В. Осы формуланы жазып алыңдар. Апай күтіңіз. Міне оны жаңағы бұдан алдыңғы есебіміздегі мысалдан тексеріп көрсек болады. 3 пен 8-ін көбейтсе 24. Балдар. Апай, қателесіп кеттіңіз ғой. Мен жаман қиналып отыр екенмін ғой. Апай, 28 бөлінген 7-тен 4 көбейтілген 4 16 емес па? Балдар, оказывается, менің ноутбугымның экраны сенсорный екен ғой, мен қолмен жаза берсем де болады екен ғой. Ой, апай. Міне, А мен Д-ны көбейтсеңдер 24, С мен В-ны көбейтсеңдер 24. 16. Ай, қақтың 16-сы 1 мен 24 көбейтсең 24. Апай, бізге ағылшынның апай қосылыңдар деп отыр зумнан. Болды. Енді қараңдар, 1 минут қазір. Я. Бүгінгі сабаққа қатысқан мына жерде 26-ын қатысып отырсыңдар, бірақ активный сол мектептегі активный оқушылар солар активный отыр. Сұңқар неғып үндемейсің, Санжар неғып үндемейсің. Апай? Ау. Апай, мен мен мамамның соткысына енді қосылдым. Түсіндім. Бітті сол. Ісмет. Апай? Қымбат. Апай, мен қанша алдым? Мен қанша алдым? 5 алдың. Балдар, қазір мен WhatsApp-қа есеп жіберем да, үй тапсырмасын. Бірақ оны маған жіберудің қажеті жоқ. Апай, айтсам, сіздерге есіне атыр ғой. Сол мен ағылшынға қосыңдаршы. Ағылшында қосым жоқ мен. Апай, менде қатып атыр. Так, қазір тапсырманы жіберем. Жақсы, сау болыңдар, үй тапсырмасын. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз, апай. Бай-бай. Бай-бай. Сау болыңыз.